Тамшы KZ ұсынады. Ұлтшылдық жайлы айтсаңыз дейді. Сосын енді осы мәселе. Ұлтшылдық дегеніміз дұрыс емес нәрсе. Ұлт жандылық деп айтамыз қазір, енді өзгеріп бара жатыр ғой. Енді тіл деген дамыды, тіл деген тірі нәрсе болғасын дамиды. Ұлтшылдық дегеніміз өзінің ұлтын ғана жақсы көріп, өзге ұлттың бәрін жек көруді айтамыз. Бұл дұрыс емес нәрсе, бауырлар. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла Тағала сіздерді түрлі тайпалар, рулар етіп жараттық, бір-біріңізді тану үшін дейді. Бір-бірімізбен танысып, табысу үшін түрлі ұлт қылдық деген сөз, бұл Алланың берген несібесі деген сөз. Яғни сізді еркек, әйел қылып жаратқандай Алла Тағала біреуді қазақ қылып, біреуді өзбек, біреуді ұйғыр, біреуді тіпті басқа ұлт қылып жаратты. Бұл Алланың берген нығметі, сол нығметін жоғалтпауыңыз, сақтауыңыз Аллаға шүкірлік болады. Сол нығметті жоғалтпай сақтау, ол Аллаға шүкірлік ету болады. Өйткені Алла сізге оны берді. Ешкім өзі таңдамаған жоқ, мен мынандай ұлт болып туылайын деп. Бірақ өзге ұлтқа сый жасау, оларды құрметтей білу, ол үлкен нәрсе. Өйткені ұлтшылдық жасап, өзгені төмен санау, пайғамбарымыздың алып келген хидаятына өте кереғар іс.